Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Алдағы демалыс күндері, яғни сенбі жексенбі күндері европалық футбол, европалық чемпионаттар толыққанды қайта оралады. Жаңағы халықаралық ойындардағы үзілістен кейін және осы тұста Италия А сериясының кезекті турындағы орталық матч сөзсіз миландық дерби. Интер мен Милан жолығады және бүгін дәл осы дерби делла Мадонина дербиінің қарсаңында миландық дербидің кешесі, бүгіні, соның тарихы жайында, болашағы жайында бүгін сөз еткім келіп отыр. Сіздермен бірге мен Батиньо KZ арнасы. Бастаймыз. Миландық дерби деген кезде ең алдымен ойыма келетіні ол сөзсіз сол 2000 жылдардың басындағы үздік Милан, сол Карло Анчелоттидің қол астындағы Андрей Шевченко, Кафу, Кака Каладзе, Кака, сол Паоло Мальдини, Кларенс Эдорф, Мануэль Рикошта, Эрнан Креспо сияқты жұлдыздары бар команда, сол чемпиондар лигасының жиі қонағы, сондай әлем футболының сондай үздік командалардың династияларының бірі сол уақыттағы. Сондай команда елестейді. Және де Интер деген кезде ол кезде де сол 2010 жылдарға қарай, 2008-2010 жылдар арасындағы сол Жозе Мауриньоның қол астындағы үздік команда сол уақыттағы. Сол құрамында онында Самуэль Этоо, Диего Милито, Хавьер Занетти, Вальтер Самуэль, Эстебан Камбиасо, Деян Станкович сынды мықты сондай үздіктері бар. Және де Уэсли Снейдерді атап өткен жөн. Сол 2000 жылдардың басындағы басты алтын допты алмаған сәтсіз ойыншылардың бірі, сол Интердің құрамында ойнаған. Өздеріңіз білетіндей, Интерде, Миланда өздерінің гегемониялық тарихында осы жаңа ғасырында чемпиондар лигасын жеңіп алған. Интер тіпті Треблс деген алғашқы және соңғы команда дәл қазір Треблс деген осы Италия чемпионатынан. Бір кездері миландық дерби ол сөзсіз Эль Классикомен бір қатарда тұратын дерби болып саналатын. Себебі құрамында екі клубтың да жұлдыздары жеткілікті болатын, өте мықты дерби болатын, асыға күтетін. Және соңғы 10 жылдықта осы 2010 жылдан бастап қос миландық ұжымның да ойын жағынан төмендегенмен негізі бір байқағаным, әлемдік статистикада Милан мен Интер негізінде Ювентустың гегемониясына қарамай әлі де көбірек танымал екенін байқаған. Бұны 2017 жылғы статистика, өзім сол уақытта осыны естіген болатын. Алайда 2018 жылы Ювентустың құрамына өзіміз білетін белгілі бір ойыншы өткеннен кейін әрине Ювентус сәл болса да өзінің сол медиа жобадағы өздерінің статусын көтеріп алғаны белгілі. Алайда миландық дерби Ювентустың гегемониясына қарамай әлі күнге миландық дерби өте қызық және де өте қатты күтетін футбол мерекелерінің бірі. Алайда дербимен негізінде миландық дерби әлем футбол тарихындағы ең бір бейбіт, ең тыныш өтетін дерби болып саналады. Оған себеп өзіміз білетіндей Милан футбол клубы сол 1899 жылы құрылған кезде араға біршама уақыт салып, дәл осы Милан футбол клубының біраз шетелдік ойыншыларын болған қақтығыстың арқасында кейіннен Интернационал клубы құрылған болатын. Өзі аты айтып тұрғандай көп ұлтты сондай клуб болатын сол Интернационал. Және де Россонерилерде, Нерадзурилерде дәл қазір осы 100 жылдан аса тарихтың ішінде екеуі де өздерінің стадиондары сол бір стадионда өнер көрсетеді. Сан-Сиро деп аталатын, Жузеппе Меатца атындағы Сан-Сиро стадионы деп аталады. Және дәл осы стадионда дәл қазір 100 жылдан аса уақыт Миланда, Интерде бір-бірімен солай ойнап келе жатыр. Дерби де сол жерде өтеді, Еврокубок та сол жерде өтеді, чемпионаттың матчтары да сол жерде өтеді. Ешқайсысы әлі өздерінің бөлек еншін алып кеткен жоқ. Және де одан бөлек тағы бір себеп, Милан мен Интердің арасында өте көп трансфер орын алады. Ойыншылардың тікелей трансфері, бір клуб арқылы трансфер өте көп. Және де жанкүйерлер тарапынан аса қатты агрессияға, аса қатты сондай бір көңіл толмаушылыққа ешқайсысы жолыққанын көрген емеспін. Тек бір Марио Балотелли ғана 2013 жылы сол Манчестер Ситиден Миланға өткен кезде Интер жанкүйерлерінің кішкене
ашуына тиген болатын. Алайда Марио Балотеллидің жалпы минезін біліп, ол сондай бір көптің ішіндегі бір ойып алар орны бар ғана жағдай. Оған дейін мысалы Златан Ибрагимович, Эрнан Креспо, Гульермен Петро, Кристиан Вери, Давидс, Франческо Коко, Кларенс Зедорф сияқты ойыншылар, Андреа Пирло да тіпті осы Миланнан Интерге тікелей өткен ойыншылар ешқашанда сондай бір аса қатты агрессияға ұшыраған емес. Және осы миландық дербиде атай кететін тағы бір жалпы қызықты жағдайлардың бірі ол 2005 жылы орын алған дәл сол Чемпиондар лигасында. Сол уақытта Милан Интерді Чемпиондар лигасында жалпы қалай болғаны түсініксіз. Негізі екі ойында бір стадионда бір қалада өтеді. Алайда Милан қонақта факт тұрғысында қонақта соққан голының арқасында негізі келесі кезеңге финалға Милан жол тартқан. Және бұл сондай бір әлем футболының тарихындағы бір ерекше орны бар жағдай. Негізі екі матчта бір стадионда бір қалада өтетті. Алайда қонақтық тұрғыдағы команда бұл жерде бір гол арқасында өтіп кеткен жалпы. Сондай қызық жағдай бар. Және қос Миландық ұжымның тарапында да өте өздерінің сондай бір ойып алар орны бар, капитандары бар. Ол өткен ғасырдың ортасында кешсіздер, сол қос ағайынды Барезилер, Франко және де Жузеппе Барези, екеуі бүкіл мансабыты бойы бір-біріне қарсы ойнаған. Жузеппе Барези Нерадзуридің құрамында, Франко Барези сол өздеріңіз білетін Россонеридің құрамында, және де бүкіл мансабын бірге бір-біріне қарсы ойнап өткізген, және екеуі де қорғаушы болған. Және одан кейінгі осы 2000 жылдардың басындағы қарсыластық ол сөзсіз Хавьер Занетти мен Паоло Мальдини арасындағы қарсыластық. Өзіміз білетіндей Паоло Мальдини де бүкіл мансабын Миланда өткізді. Хавьер Занетти де Европада өткен 18 жылын жалпы сол өзін толыққанды Интерге арнады, және екеуі де әлем футбол тарихындағы ерекше ойыншылар болып саналады. Және екеуі де өздерінің клубтарының мақтанышы. Хавьер Занетти өзінің мансабын аяқтағаннан кейін Интер футбол клубы 4-ші номерді толыққанды Хавьер Занеттиге арнап, оны ешкім алмайтын болды. Ал Милан осы Паоло Мальдини мансабын аяқтағаннан кейін 3-ші номерді Миланда дәл солай өздерінің жүйесінен алып тастаған болатын. Оны дәл қазір ешкім 3-ші номерде ойнай алмайды. Және осындай қызықтар бар. Және де бұл жерде айта кететін бір жағдай, негізі Миландық қос ұжым осы 2000 жылдардың басында кезек-кезек өздерінің гегемониясын жүргізген. Арасында әрине Ювентустың гегемониясы әзірге мықтырақ, бірақ негізі сол 2003-тен 2007-ге дейін Милан, 2008-ден 2010-ға дейін Интердің гегемониясы болған. Италияда 2003 жылы сол өзіміз білетіндей Милан футбол клубы, сол уақытта Карло Анчелоттидің қол астындағы футбол клуб, өте сондай бір қарқынды, мықты құраммен, сол Зедорф, Руй Кошта, Кака, Ривалдо, Пирло, Дида, Кастакурта, Мальдини, Кафу, жалпы айта берсек әрқайсысы жұлдыз ойыншылар. Және сондай жұлдыз ойыншылар сол Чемпиондар лигасының финалына 3 рет жетеді. 2007 жылға дейін 2003-тен және де 2 рет жеңіп алады. Одан бөлек Италия кубогын, Италия чемпионатын жеңіп алады. Ал одан кейін 2005 жылдан бастап алдымен Роберто Манчини, ал кейіннен Жозе Мауриньоның құрған Интер өзіміз білетіндей бүкіл Европаны шулатқан, бүкіл әлем футбол жанкүйерлері, жалпы нейтральный футбол жанкүйерлері жақсы көрді деп айтсам болатын шығар сол команданы. Себебі Жозе Мауриньоның Интері требл жеңіп алған өте сондай бір мықты команда болатын. Және екеуі де жалпы әлем футбол тарихында өздерінің ойып алар орны бар. Және Италия футболының тарихында да Ювентус 36 рет чемпион болған, және де одан кейін Милан мен Интер бір қатарда екеуінде де 18 реттен чемпиондық бар. Бұл жерде де өте қызық жағдай. Соңғы рет Интер 2010 жылы, ал Милан 2011 жылы чемпион болған. Өздеріңіз көріп тұрғандай бұл қарсыластықта дәл қазір түбегейлі теңдік деп айтсақ болады. Және де осындай жағдайлардан кейін Миландық қос ұжым өте сондай бір бейбіт, өте сондай бір жақсы өмір сүріп келе жатыр десек болатын шығар. Бір стадионның астында, бір шаңырақтың астында мінекей осындай екі қос ұжым ойнайды. Және алдағы келетін матчта бұл өте қызық болайын деп тұр. Себебі
Милан неше ойыннан бері жеңілмей келе жатқанын өздеріңіз білесіздер. Алайда Антонио Контенің де ұжымы дәл қазір осындай бір керемет қарқын жинаған. Міне достар, бүгінгі қысқа ғана осы миландық дерби жайында айта кеттім. Негізі егер видео ұнап жатса арнаға тіркеліп лайк басып өздеріңіздің достарыңызбен бөліссеңіздер.